Bismillahirrahmanirrahim. Hakim Olsen bittov aytgan joruqlanıp doldurdum. Günge de baylamadım. Ençi bu gün. Ma жылны bir gününde amalım bolat da Kur'an okuturga izleymi, anı suaplaga ölgen adamıma barırça. Kesim Kur'an'ı alamat okuy bilmeyim söz üçün. Başkala okuturga deymi. Ma ol efendilerini o gün çakırıp o jumuşunu eterge jaraymadı sonra. Ötken bölümlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aytkan ekan. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fahuva rad. Endi o hadisni rivayatlari köptü, başka türlü sözde bile alay mağanası barысы da birdi. Kim bizni buyrug'uz bo'lmaganlay jumush etse de ol qabul bolup deydi deydi. Bulayda ölgenge adamlarni jiyip күнні белгілемей жік туада ғой, жыллық да ғой, сен айтқанша бір есіме түшті выходнойымда етерге сүйемі, сөз үшін. Мүлкім да барды шөнді, садақат етеріп ме, sonra efendilerini de жиіп, оқытып қойарға сүйемі. Ма ол адамланы жиіп, оқытып қойған деген ол жұмыш бар мыды шариатта, ала етерге боллық мұды? Лайда сору туады, барын да шағат. Kesim okuy bilmiyor mu Kur'an'ı? Kesin қалай оқи білесің де алай оқы. Енді қалай айтайын, былай иге ол сөз үшін ол жылла бұла оқып келген имамша әрі оқи алмайсың да, қалай оқи білесің де оқиса. Былайда алай зат барды. Сөз үшін сен efendilerini жидың, ала Құранды оқыдыла, тілекті еттілі, зікірді еттілі, сені сөз үшін өлгеніңе жәннет тіледілі, қабыр азаптан сақлайып та тіледілі, тілеклет тілі көп, ақшы тілеклет тілі. Сен қалай сұнаса, ол сені сөз үшін атаңа, анаңа, улатаңа, уланаңа, қарындашға, егечке, ол өлгеніңе, жуғыңа, ақылыңа, ол сен сүйген, таныған, білген адамыңа кесін еткен тілек ме ақшырақты, оғысы кімлейсе де бірле еткен ме ақшыды. Ала сені ол өлгеніңі кімлейді танылы, кімлейді танымайлы. Хабарлар жоқтан кім болған? Ала келділі, жұмышларын еттілі дейік. Ол тілек жүректен шықмайды. Сені кесіңі адамыңа, кесіңі ақылыңа жүректен сөзіні да иге келіштір алмайса, харзатқа да алача фахмылы түйілсе, алай ол жүректен айтып, о мен Аллахым, мені бұллай адамымы, сен жаханим отыннан сақла, сен жәннетке кир, күнәхларын кеч, қабыр азаптан сен сақла деп еткен ол тілекчігін, ол бүттеу efendilerini жиып еткелерінен есе 100 көреге ақшыды. Нек? Аны сен етесі, жүрегіңнен етесі. Біз жұмышны бұлай көпчөклігіне қарарға үйренеміз. Жиылған, бұлай адамла көп болған, ол бұлай көп болды, селайда, не білейм, бір-бірін кезу, аны оқыды, мұны оқыды, алай етті, бұлай етті, ежу еттілі, ол бұрылы минге тауча бір суаплық болып барып базманына тейді деп. Олай түйілі. Аллахын алында. Сен кесіңі көзіңе көріңе ол көпчөклікке қарама. Сен Аллаху Тааляны алында базманға ауыр незат тиергіне қара. Таза жүректен шыққан тілек. Жоқты ол көпчөклік та, жоқты ол бұқы да бір тілекчік. Аны үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адам өлгеннен sonra ызынан қалған затларын үстінен ақшы улан, тілек еткен ақшы улан. Ызынан тілек етеді уланы. Efendilerini de жимайды, көпчөклік те етмейді, бір арбазында толтырмайды. Тілек етеді. Ол өлгеніне. Олды суаплық. Аны үшін біз Аллахның алдында ауырлыққа қарарға керек. Біз ансы ол біздің көзімізге көрінгенге қарарға керек түйілді. Бүтін бек шариатта аңа жоқты шағаты. Sonra қалай түс шартла бұлан өлгені ызынан садақа бұла ақшы жұмышла етерге болдықты. Садақа метесі, Құран оқиса, тілек метесі ешік кеңге açılыныпты. Қачан, не заман тап түшті, енді тілекке намазды еттің де есіңе түшті де тілек еттің.
Ekinci kere düşmey kaldı söz üçün. Dünya jumuşlaba kaygı boldun, unuttun. Üçüncü kere düştü, tilek ettin. Esine düştü, tilek ettin. Sadaka mülk gerekti söz üçün. Sadaka bereme dep. Şöndü joktu onun, biraz kalım zamandan onun boldu da sadaka terge süyme, ölgeninme. Kesinme tap zamanlı. İşimden solğan günüm taptı. Ol tap günümde tuttum da sadaka ettim. Akça bulam eteme, mal soyup etmi üleşeme, ol etke bir mirzevle zatla aş su mu koşama, adamga ne keregese de ne zatta kallaydı eteyim, sadaka eteme. Sadaka kimge eteme? Jarlığa, miskinge, kimge tiyişliyse de ol meni eltkenimmi kuanıp kim aşap Allah razı bolsun etkenge de etilingenge de dep tilek de etip hayırın körüktü. Tilek etmese de meni niyetim gerekli jerge berdim mi meyan suaplığın tabama. Sözün soruğa bolluksa tirede honşulağa üleşsema dep. Sadaka ettin jarılağa miskillege. Andan sonra ne de anı bula birge honşulağa da üleşirge süyemi. Bir türlü zaran joktu, bir türlü tıyğıt joktu. Atan, anan, ölgenin kimese de ol tirede yaşagandı, ol oramda yaşagandı. Anı bula birge yaşagallanı sıylap, anı atından sen alağa aş su aşırasa. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anna olsun. Ayşe aytadı. Har tap düşkenden toklu koy soyu yedi. Hadica'nı birinci übiçesini nögör kızlarına da ülüş aşırı itteydi. Ala jarlılarla sadakat işlirle de buğay. Üdegisini nögör kızları ile. Tem kızları. Üdegisini sıyın namısı bula alanda silahın etiydi. Ol akşıcumuş mudu? Akşıcumuştu. Atam mı, anam mı, ol ölgenim mi, joluklarına, ahullarına bu tirede yaşaymınla, yaşamaymınla, başka yerden yaşaydılar. Alağa da bir ölüş çıkarıp, alanda sıylap, anam mı, atam mı, atından, ölgenim atından, alanda sıylasam, ol akşı mıdı? Akşıdı. Andan suaplık var mıdı? Bardı. Ol barısı da akşıcumuşlarla. Alay, ol sadaka degen sözünü biz köbüsünde hayırlanabız, jarlılağa kıyırda kalıp kalalı. Jarlılağa ol sadakadan ülüş çıkmaya kaladı. Ol ullu aryu bazmanda avurluğu bolğan söz aytılınadı. Ol sadaka tiyişli kerti de ol eki kavum jarlıla fakırla miskille ala kurulaya kalalı. Honşulağa üleştim, har biri bir şer omak meşnede aylanadı, aşta suda taptı, ol da suaptı. Aytxanımızca alay jarılanı unutma. Jarılağa da ber, jarılağa da çıksın. Ala da ölüşlerini alsınlar. Ol hakları bula alağa çündep aytılıngan ol sadakadan ala da ölüşlerini alsınlar.